Енді қимасын жасаймыз. Мына етімізді саламыз, пиязымызды саламыз. Лазы, сәбіз, енді картоптан салсаңыздар да болады, бірақ мен қосқам жоқ картопты. Салып, тұзын дәмдендіріп, мөлшермен 1 қасық тұз болады. Одан кейін артынан дәмін көреміз, болмаса жарым қасықтай қара бұрыш. Одан кейін 2-3 қасық мөлшерінде жалыны шыққан су майы. Соларды құйып, енді мыналар әбден араластырып аламыз, бәрін қосып, араластырып, дайындап қоямыз. Ұнымыз ашыпты. Енді мына өзіміздің табамыздың, пісіратын табамыздың үлкен кішілігіне қарай ұнды бөліп аламыз. Мен 2-ге бөліп алдым. Енді осы табанның үлкен кішілігіне қарай мынаны жазып жаямыз. Міне дөңгелектеп, мына табаның үлкендігіндей мөлшерде дөңгелектеп алдық. Енді мынаны тептен 8 бөлікке бөлеміз. Алдымен 4 бөлікке бөліп алып, одан кейін 1 бөлікті 2-ге бөлсек, 8 бөлік шығады. Одан кейін мына жаңағы 8 бөлік 3 бұрыш қылдық қой, енді соның 1 бұрышынан кетіне жаңағы дайындап алған қимамызды саламыз да, 1 жақ ұшына әкеп, артына қайырып, басамыз. Өте оңай. Одан оны табаға тіземіз. Дөңгелетіп отырып, жаңағы орнына қайтадан бүйтіп тізіп шығамыз.